Сәлеметсіздер ме оқушылар? Нөмірі 26 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Маликова Индира Бақытжанқызы. Бірінші сынып сауат ашу пәні. Сабақтың тақырыбы ас адамның арқауы. Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Оқу мақсаты: мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау, сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс дыбыстау. Мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету. Балалар, еске түсіріп алайық. Әріп дегеніміз не, дыбыс дегеніміз не? Әріптерді жазамыз, көреміз, дыбысты айтамыз, естиміз. Дыбыстар екіге бөлінеді: дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыс қызыл текшемен белгіленеді. Дыбыс кедергіге ұшырамай еркін өтеді. Дауыссыз дыбыс көк текшемен белгіленеді. Дыбыс кедергіге ұшырап шығады. Тыңдалым. Балалар, мұқият тыңдайық. Әлем менің таңғы асты ішкім келмейді. Ботқаны тіпті жегім келмейді. Оның орнына тәтті тоқашпен, кәмпитпен шай ішкенді ұнатамын. Мерей, таңғы асты ішпеу дұрыс емес. Мен таңертең анам дайындаған ботқаны үнемі жеймін. Әртүрлі шырын ішуді ұнатамын. Анам маған сабақты жақсы оқу үшін дұрыс тамақтану керектігін айтады. Меніңше дұрыс тамақтану деген өзің қалаған тамақты тойып жеу деп ойлаймын. Ал сендер қалай ойлайсыңдар, балалар? Әлидікі дұрыс па, Мерейдікі дұрыс па? Әрине, Әлидікі дұрыс. Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Оқулықтағы бірінші жаттығудағы мәтінді оқиық. Назира жол бойы бутерброд жеді. Сүт, айран ішті. Ал Әсет әжесі салып берген тамағының бәрін күшігіне берді. Өзі қытырлақ пен кәмпит жеді. Газдалған сусын ішті. Содан соң оның асқазаны ауырды. Қатты ауырғаны соншалықты өзін әлсіз сезінді. Мәтін кейіпкерлері дұрыс тамақтанды ма? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Тамақтан адам денсаулығына зиян келе ме? Әрине. Бұнда Назира дұрыс тамақтана білді, ал Әсет дұрыс тамақтанбаудың салдарынан денсаулығына зиян келдірді. Сондықтан дұрыс тамақтанып жүру керек екен. Тамақ, сусын, кәмпит сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар? Ал балалар, бәріміз бірдей айтайық. Тамақ сөзінде 5 дыбыс, 5 әріп бар. Сусын сөзінде 5 дыбыс, 5 әріп бар. Кәмпит 6 дыбыс, 6 әріп бар. Оқулықтағы екінші жаттығуға назар аударайық. Суретке қарап, олардың қандай дыбыс шығаратын айтып көрейік. Біз оқулықтан жүк көлігін, адам таситын автобус және жеңіл көліктерін көріп тұрмыз. Жүк таситын көлік қандай дыбыс шығарады, балалар? Гүр, гүр, гүр деген дыбыс шығарады екен. Ал жеңіл машина мен адам таситын автобустан қандай дыбыс шығаратын өздерің айтып көріңдерші. Жарайсыңдар. Үшінші жаттығу мәтінді оқы. Айналаны құлақ түрші. Судың сылдыры, ағаштардың шуылы, мәшине, пойыздың гүрілі естіледі. Бұл дыбыстардан бөлек адамның сөйлеуі арқылы шығарылатын дыбыстар бар. Дыбыстар біздің бір-біріміздің ойымызды түсінуге көмектеседі. Бұлар тіл дыбыстары. Сонда тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешілігі неде? Мерей, мұны білу үшін үй, бор, күшік сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көрші. Сөздің мағынасын түсіндің бе? Яғни, сен түсінбедің. Тіл дыбыстары сөз жасау үшін
сөздің мағынасын түсіну керек. Барлық сөз дыбыстардан тұрады. Олардың жазуда әріппен белгілейміз. 4-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз. Сол оқиғаға байланысты өз пікіріңді айтып көр. Ал балалар, бәріміз дәптермен жұмыс жасайық. Бүгінгі күн ретін жазып, көркем жазу сәтінде А және Б дыбыстарын жазайық. Үй тапсырмасы. 7-ші беттегі 5-ші жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазу. Адам, тамақ, дәмді сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар екенін айт. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырмалар толығымен орындап, сұрақтар туындаған болса, маған жіберулеріңізге болады. Сәттілік!